енді керемет сезім ғой енді. Жалпы төртеу, жетеу кетті қазір. Жетеу кетті, мына жетіншісі 90 тұрады, алтау қалды. Алтау. Төртеу түгел болып келетін секілді, қазір алтау ала болып арт жақта қалды. Ал көрейік, қараңыздар. Қоса бастады. 10-шы нөмір ма, 40-шы нөмір ме? 40-шы нөмір бол керек. Қарақат. Міне талас, Қарақат. Былтыр осы жерде Қарақат білесіздер қалай шапқанын. Қарақат Алматы облысы, Балқаш ауданы, Балатопар ауылының тұлпары, Асылжан Төлеген, Дүйсен Үйгенбаевтың тұлпары. 54-ші шықты. Ал 40 Қарақат, қарыңыздар, қармен көрермен өте белсенді. Төртеуінде де шанс бар. Мүмкіндік бар. Ал көрейік, төртеуі қазір түгел келеді. Былтыр 50 метр қалған тоқтап берген кейбір аттар. Осы Қарақат болатын сол. Соны айтып отырмын. Қарақат және 14-ші нөмірде бізде өнер көрсететін Амарант, Павлодар облысы, Күмісбек Ерсұлтан, білесіз бе? Іріктеу сайысында Амарант бірінші келген. Ол кезде оқ бойы оза шапты ғой, ешкімге шаңғы тұрмай келген еді. Амарант және Қарақат және 7-ші нөмірдегі біткен жоқ әлі бәйге, біткен жоқ. Айман таласып келеді, әлде таласып келеді. Өттау. Сонымен Амарант екінші болып қазір өтетін кім? 7-ші нөмір және 40-ші нөмір бол керек. Шатаспасам, көрейік. Айман және қазір барлығын көрейікші. Сезімге ерік беріп бізде не болып жатқанын түсінбей қалдық. Бірақ Амарант бірінші болып Павлодар облысы